Ер жігіттен той күткен көрерменнің көңілі су сепкендей басылды. Тағы да күтпеген жағдай. Ер жігіттің жұбы Мәдина әлеуметтік желідегі парақшасы арқылы күтпеген жаға ұстатар мәлімдеме жасады. Мәдина, бізде бәрі жақсы деп айта алмаймын. Иә, өздеріңіз байқағандай бізде ара қатынас тоқтады. Енді ер жігіт плюс Мәдина жұбы жоқ. Осы уақытқа дейін бізді қолдап келгендеріңізге мың алғыс. Одан бөлек жеке өмірімізде бәрі дұрыс, шүкір. Аяушылық, жек көрушілікпен қараудың қажеті жоқ. Ортақ шешім. Бізден соңғы фото, деп жазды Мәдина Инстаграм парақшасында. Ашуға булыққан желі қолданушылары жарыса жазды. Қойылым басталды. Ертең біреуі келесі маусымға келеді. Соңынан басқаға екінші келіп шоу жасайды. Қайтадан екеуі тығылып кездеседі. Жүргізуші типо біліп қалып ортаға шығарады. 2 күн рұқсат сұрайды. Кейін қайта жүреді. Мақта қыз бен мысық сияқты бітпейді. Осылай болатын баяғыда білгенбіз. Біраз күн өткен соң түк болмағандай қосылайыққа барып отырасың. Ойбай, кеше ғана той көйлегін киіп кино қойып жүреді ғой. Жақсы бопты, ешкім сенбейді. Хайп или пран, халықты бұлар алдай береді. Ерлі зайыптылары ажырастық деп кино жасайды. Бір-бірінен тәлім тәрбие алып жатыр. 7 жыл отырып сүйіктісін тапқан ер жігіт енді не болады екен? Сонша созып жүріп алды. Баяғыда дажы былтыр үйленіп алу керек еді. Ұзақ қыз бен жігіт болып жүріп қажеті жоқ еді. Осы маусымға екеуінде алмау керек. Сырттан тапсын, өже қызық емес. Адной тоже жалықтырып жіберді, не үйленбейді, не қоймады, деп жарыса жазды көрермендер мен қолдаушы апалар. Ер жігітте Мәдина мен екі жаққа кеткені жайлы әлеуметтік желіде стористер жариялады. Ер жігіт пен Мәдина жаңа маусымда қайта қосыла ма? Ол жағы әзірге белгісіз. Ер жігіт Ханзада мен Мәдина бақытты болсын. Той күтеміз.